Нағызы ботта келіп сені қадайтын мына бір геометрияның есебін үйреніп ал. Бұл жерде бізде қандай бір цилиндрдің бүйір бетінің ауданы берілген және оның табанының диаметрі берілген. Енді сенен мынаның биіктігін сұрап тұр ғой. Оны қалай табасың? Енді диаметр деген ол табандағы мына бір шеңбердің мына екі шеттің нүктесінің қосысы. Осы бізде не тең болып тұр? 8 тең болып тұр. Енді ойланамыз, бүйір бет деген не? Оның формуласын жаза алмасаң, былай, короче. Жаттап ала сал. Кез келген осындай цилиндр болса, призма болса, оның бүйір бетінің ауданы әрдайым табанның ұзындығы көбейту биіктік болды. Осын жаттап ала салшы. Ал мына табанның бізде ол шеңбер жатқандықтан, яғни дөңгелек қой. Ол бізде не бола салады екен? Ол бізде S бүйір бет дегеннің шеңбердің ұзындығы бізде не береді? Ол бізде 2πr деген формуламен анықталады. Оны білесің. И көбейту h болып кетеді. Енді қара. Сенде бұл жерден S бүйір бет бар, как раз апарып теңестіре саласың. 24π көбейту. Қара, 2 көбейту радиус. Бізде жалпы диаметр дегеннің 2 радиусқа тең. Ол болса мына екеуінің орнына сен диаметрдің мәнін жаза сал. Яғни бізде бұл 8 көбейту h бола салады. И көбейту мына жерде тұратын π бар. Енді π мен π-ді құртасың, 8 бен 3, мына 24-ті қысқартасың, ең артынан бізде 3 шығады. Ол болса біздің іздеп отырған h-ымыздың мәні 3-ке тең бола салады. Осы есептің жауабын ботта таба саласың. Ал егер осындай есептолар көрінген келсе, осы парақшаға тіркеліп ал.